Вот осындай балық 120 алдым. Бақша ішінде егем. Осындай жұмыртқа. Мал жақсы көреді осындай жұмыртқа. Мысалы, олар қамыс жақсы көреді. Міне жұмыртқа былай рулон сияқты жасаймын. Былай байламаймын. Былай рулон сияқты орап жасаймын. Содан кейін жапырақтар бәрін ішінде қалады. Осы гүлдерді өзім егіп отырмын неге. Мына бір гүл, ол Германиядан келген. Ана Карл қыста барған Германияға. Содан горшоктың ішінде әкелген. Мына гүлді, ақ гүлді. Сол гүлді бейіп осы мұны қазір гүлдер отыр. Германиядан жеткен бұл гүлдер бүгін қазақ топырағында жайқалады. Ұлты неміс Карл мен Лида Реймондар үшін Алматы облысы Балқаш ауданының Жиделі ауылы жер жәннаты. Осыны анық түсінген отбасы Германияда ұзақ тұрақтамай Жиделіге қайта оралған. 1990 жылдың басында тарихи отанына үдіре көшкен елмен бірге елесе кеткен екеуіне туған ауылға деген сағыныш маза бермепті. Карл жатса тұрса малын, бақшасын, ауылға тән тіршілікті ойдан бір елі шығармаған. Туған жерім, өскен жерім осы ғой. Осындай мақал бар ғой, қаяқта адам туды, қаяқта өсті, сояқта өмір сүру керек. Бұлай шетелге баруға ол енді білмеймін, мүмкін адамдар бар сондай кетті, олар бәрін ұмыт қалды, бірақ мен сондай емес, ұмыт қалмаймын. Осы туған жерім мен ешқашан ұмыт қалмаймын. Енді мен жасым осы жерде кетті. Енді қазір уже 50-дан асып кеттім. Все равно сағынып жатырмын. Қай жерге барсам, любой жерге барсам, все равно ойымда осындай туған жер. Ойбай, Жиделіміз тап қой, ойбай. Туған жеріміз ғой. Туған жеріміз. Иә, мына жерде мен туып өскен жеріміз осы ғой. Мына ағаштар бәрін мен отырғызым мына. Бәрін ағаштар, виноград, бәрін мен өзім ектім. Кемпір міне биылдың алма алып келдім саған. Енді ауыз тей. Ана ағаштың алмасы ма? Иә, ана ағаштың. Қыста дейін алмалар бар ғой, сол ағаштың алма. О, ауыз еміз ғой қазір. Карл мен Лиданың дастарханы қашанда жаюлы. Көрші қолан кіріп шығып, қауқылдасып жатпаса олардың көңілі көншімейді. Бұл дәстүр Карл мен Лидаға ата-анасынан берілген. 1944 жылы Украинадан жер аударылған неміс отбасы үрім бұтағымен қазақ жерінде тұрақтап қалған. Бабама рахмет айтам. Негізде ол өмірде ұлтты бөлмеңдер деген бізге. Адам бәрі бір. Ол қара болсын, ақ болсын, қызыл болсын, тағы бірдеңе болсын, ол адам. Міне. Сөйтіп біз өстік. Біз өмірде ешкімнің сен анаусың, сен мынаусың деп сондайсы болған жоқ. Міне. Сондай болған жоқ. Бізде ол папамыз ол биттайдан осы біз өзіміз мына жерде ауылымыз мына жерде. Біз өзіміз немістер, орыстар аз болған, олар ана центрда орыстар болған. Біз мына жерде неміс, қазақ, бізде той бәрібір қазақ неміс. Мысалы, немістің тойы болса, қазақтар келеді, қазақтың тойы неміс. Біз қазір де сөйтіп етіп отырмыз. Мысалы, біздсіз той жоқ. Мен ризамын. Бәрін бар. Бәрін елдерге берді ғой. Қолында берді. Бірақ енді қалай өмір сүрсен өзін біліндір. Например, жер бар, мал бар, бәрін бар ғой. Енді президент бізге бәрін берді. Енді сол жұмыс істеу керек. Жиделі ауылы ұлттар жарастығының жарқын көрінісі. Мұнда қазақ, неміс, кәріс пен шешен тәтті тұрып жатыр. Әр ауылдың өзіне тән өнегесі болады. Жиделі ауылы қазақылықтың қаймағы бұзылмаған, өзге ұлттың өзегінен текпеген өнегелі де өрісті өлке. Карл мен Лида үшін бұл ауылдың күні де, түні де ыстық. Қазақтар өте қонақжай. Өзі аш қалса да, соңғы фунт етін қонаққа ұсынады.
Иосиф Кастанье 1875-1958 жылдар аралығында өмір сүрген француз тарихшысы. Тәуелсіздігін алған Тәжікстанда 1991 жылы 24 қарашада президент сайлауы өтіп, онда Набиев жеңіске жетті. 1992 тамызда президент Набиевтің жақтастары мен оппозиция күштер арасында үлкен қақтығыс болды. Екі жақтың қақтығысы азамат соғысына ұласып, ол 5 жылға созылды. Азамат соғысы кезінде 100 мыңға жуық адам қаза тауып, 900 мыңнан астам адам босқыншылыққа ұшырады. Тағдыр тәлкегіне Тәжікстандағы Азат газетінің бас редакторы, Тәжікстан журналистер қоғамы бастығының орынбасары Насибжон Амани отбасыда ұшырады. Атпалдай азамат бала-шағасына пана іздеп, Ресей, Өзбек және Қырғыз жерінде болды. Ақыры қазақ еліне келіп қоныстанды. Қазақстан мына солай қарасақ, орталық Азияда сол жұмыс, сол hayat бойынша тіршілік үшін сол азат, басқа мемлекеттерге қарағанда азат мемлекет. Бұл жерде менге неге несі жақат. Ең жақат деген нәрсесі сол ки Қазақстанда ұлттық мәселе, ұлт мәселесі өте жақсы жол қойылған. Мына сол саясат жақсы саясат. Неге Қазақстан сай қарасаңыз 130 ұлт бар. Бұлардың бөслігі бір-бірімен жақсы неде болуы өте керек. Насибжон Амани отбасы Қазақтан еш қағажау көрген емес. Ол 10 жыл бойы Азаттық радиосының Қазақстандағы және Қырғызстандағы тілшісі болып қызмет атқарып келеді. Әзірге Қазақстан журналистер одағының сыйлығын алған жалғыз тәжік тілшісі. Қазір ол Алматыдағы Тәжік мәдени орталығында тәжік тілінен сабақ береді. Қадыр Мырзали ағамыз бар. Көптеген аталы сөздер мен баталы сөздердің атасы. Топтастыратын да тіл, отбастыратын да тіл дейді. Тағы да сол ағамыз айтатын, өз тілің бірлік үшін, өзге тірлік үшін дейді. Сол бағанағы өзіміздің біріктіретін тілімізде ана тіліміз, яғни одан басқа тірлік жасайтын тілімізді білуіміз керек. Қазір жаһандану заманында бір-екі тілмен ғана шектеліп қойған болмайды. Үш тілді саясатты қолдап отырғанымызды өзіңіз де білесіз, баршаңыз. Ол бағанағы қазақ, орыс, ағылшын тілдері. Ал біздің мәдени орталықта ол 4 тілде айтсақ та болады. 4 тіл кемінде білу керек. Өзінің ана тілінен басқа тілдер ең маңызды керек тілдер. Har qadar ki ma beshtar donim, hamon qadar zaboni adabiy ro beshtar xubtar. Қазақстанда тұратын тәжік азаматтарына тәжік тілі мен тарихын, әдебиеті мен мәдениетін және қазақ тілі мен әдебиетін үйрету мақсатында ашылған бұл орталықта 15 шәкірт дәріс алып жүр. Қазақтар мен тәжіктер, енді қазақтар Түркия халқы, тәжіктер Иран халқы. Соға қарамастан, солай қарасақ, бізге бір жақын халықпыз. Біздің мәдениетіміз жақын. Біздің Қазақстанда тіл мәселесін көтерілгеніне 20 жыл болды ғой енді, әрине. Сол 20 жылдың ішінде қазақ тілін мемлекеттік тіл болғаннан кейін оны үйрену, сосын өз тілімізді, тәжік тілін үйрену мәселесі қазір өте маңызды түрде жүріп жатыр. Сонымен ойлағаным, біз өзіміздің мынау қоғамдықтың ашылғанына где-то 2 жылдан асып қалды, 3 жылға жақында да. Бұл түрде біз үйрендік аздап. Тәжік тілшісі бүгінде қазақ жеріне тамырын терең жайған бәйтерек секілді. Осында 5 немересі дүниеге келді. Балаларының бәрі мектепті қазақ тілінде оқыды. Ол отбасының ортасында, бейбітшілік пен бірлік ордасында саналы ғұмырын өткізіп жатыр. Қазақстаннан мен жақсы көрем. Неге көп достарым бар. Hayatımның бір таманы 15 жылы сол Қазақстанмен бағлық болып қалды. Нұрсұлтан Әбішевич Назарбаев бірнеше мәселе бойынша өте ұзақ баласатын жақсы
түсініп көріп бірнеше жақсы жұмыстар қылды. Меніңше бір жақсы жұмыстары солайки сол ең қиын уақытта Астананы неден Алматыдан алып кетті. 97 жыл Астана Қазақстан үшін не болды? Астана болды. Маған бүкіл қазақ даласы ән салып тұрғандай болады. Григорий Потанин 1835-1920 жылдары аралығында өмір сүрген орыс географы. Астана кез келген адам бір көрсем деп армандайтын, көрген соң ұмыта алмайтын қала. Ал ол туған жерің болса тіптен қиын. Жүрегіңнің түкпірінде мәңгі сақталады. Поляк қызы Наталья Гришконың туған жері бұрынғы Целиноград қаласы, қазіргі Астана. 1998 жылы ол тарихи отаны Польшаға, Люблин қаласындағы Мария Кюри Складовский атындағы университетке оқуға түседі. 5 жыл бойы туған халқының терең тарихымен, салт дәстүрімен танысқан бой жеткен Польшада қаламын деп шешеді. Бірақ 5 жылдан соң Астанаға қайтып оралады. Польша өркениетте ел. Әрі ол менің ата-бабамның мекені. Тарихи отанымыз. Бірақ Тамрын деген жайған ағышты бір жерге отырғызбайды ғой. Сондықтан ағаш өзінің көктеген жерінде өсу керек. Адам да солай. Расында адамға туып өскен жер қымбат. Наталья Астананың нөмірі 5 орта мектебінде оққан. Балалық шағының бұл күндері тың өлкесі атанған Целиноградта өткен. Ол Польшадан елордаға оралғанда астаналық көрік біткен туған қаласының көркем келбетін көріп, қатты таңданғанын жасырмады. Астана маған қатты ыстық. Себебі бұл менің туған қалам. Балалық шағымның өткен жері. Қазір мен Астананың сәулет және қала құрылысы басқармасында қызмет етіп жүрмін. Менің ойымша қала да адам сияқты. Мен келгенде Астана жасырып кетіпті. Бұл жақтан жастықтың рухы мен қарқынды дамуды байқадым. Мен Астанада туғаныма, осында тұрып жатқаныма мақтанамын. Қазақстан татулық пен бейбітшілік бесігі дәргедім. Біздің еліміздің болашағы жарқын екені анық. Менің отаным Қазақстан. Қилы тарих тезінен өткен қилы тағдыр. Қазақ елінде тату-тәтті тұрып жатқан ұлттарға тән ортақ қасиет. Қазақ еліне деген сүйіспеншілік. Қазақстан 130 ұлтқа отан. Береке мен бірлік, бейбітшілік пен түсіністік орнаған. Түрі басқа, тілегі бір. Тілі басқа, жүрегі бір ұлттардың киелі мекені. Бірліктің ұйтқысы, даладай дархан қазақтың кең пейілі мен кемел парасаты.